Бірінші, өтірік айтпаңыз. Өтірік сөз ризықты тарылтып, берекені азайтады. Өтірік айтатын адамның абыройы да болмайды. Сондай-ақ өтірік айту жүрекке тыныштық бермей, іштей сізді алай-дүлей күйге түсіреді. Өтірік сөз өмірдің барлық саласына зиян тигізеді. Алушы мен сатушының базардан шыққанға дейінгі ерікті. Егер екеуі де тауардың құны мен кемшілігін жасырмай шынын айтса, саудалары өздеріне берекелі болмақ. Керісінше тауардың кемшілігін айтпай, құнын жасырып, өтірік айтса, сауданың берекесін жояды. Екінші, сөз таластырмаңыз. Сөз таластыру өзгені надан санап, кемсітіп, өзін одан мықтымын деп асыра мақтануға жол ашады. Өзіңіздікі қате бола тұра, сөз тартысудан бас тарту қиын. Ал өзіңіздікі дұрыс бола тұра, сөз таластырудан қашу одан да іс қиын. Сәйкесінше, өзіңіздікі дұрыс болып, сіз үндемесеңіз, алар сауабыңыз да мол. Себебі мынадан да хадис бар. Айтқаны дұрыс болса да, сөз тартысуды доғармаған адам шынайы иманға қауыша алмайды. Үшінші, ғайбат сөйлемеңіз. Біреудің сыртынан басқа біреуге оның бойындағы кемшіліктерді айту ғайбат дейді. Құранның Худжрет сүресі 12 аятында бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Араларындағы біреу бауырының өлі етін жегенді ұнатама. Әне, бұдан жиіркеніңдер, олай болса Алладан қорқыңдар дейді. Тіл, Алла тағаланың берген үлкен сыйы бізге. Кішкентай ғана мүше болғанымен атқаратын қызметі ұшан теңіз. Тілді қадағалап отырмаса, кейін кесапатты істердің жаршысы болуы мүмкін. Сондықтан бауырлар, тіл арқылы зікір айтып, сүре оқып, дұға жасап, Аллаға мойынсұнуды, сауап істер жасайық, жақсы сөз сөйлейік.